Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Бүгін міне Кітапхана ТВ жобасының кезекті шығарылымы. Бізде бүгін қонақта Шерхан Мұртаза атындағы Руханият және тарихтану орталығының шерхантану бөлімінің меңгерушісі Назым Тоқтасқызы. Жалпы бұл өмірде қанша адам болса, сонша ой бар, пікір бар. Дегенмен сізбен де осы кітап турасында ойыңызбен, пікіріңізбен бөліссек деп отырмыз. Жалпы біздің күнделікті осы жалпы қонағымызға қоятын алғашқы дәстүрлі сұрағымыз: кітаппен қанша жаста дос болдыңыз? Оған не түрткі болды? Кітаппен достасу енді шыны керек, шын дос ретінде есейген шақта достастық деп айта аламын. Оға дейін енді амалдың жоғынан деген нәрсе бар. Бала кезден кітапты сүйіп оқыдық, болмаса бірден кітапты түсініп кеттік деп айтсақ, ол жалғандық болар. Шыны керек, барлық нәрсе бірінші қарсыласумен келеді ғой. Енді кімде қалай екен, менікі барлық игіліктерді алғашында қарсыласумен қабылдайтын адамдардың қатарынан екенмін. Кітапты бала күнде мүмкін қазір айтып жатады ғой, баланы тәрбиелеу кезде оны жоспарлау сатысында сен тәрбиелеп бастауың керек деген сияқты нәрсені айтады. Шын мәнінде осы нәрсе менің анамнан берілген сияқты, әкемнен берілген сияқты. Себебі көзімді ашып өмірді тани бастағаннан мен көріп келе жатқан картинам, көрген нақтылап айтқан кезде, енді анам дүниеден өтіп кетті, өкінішке орай. Шамның жарығы, енді 90-шы жылдары әсіресе қазір жарық бөлмелерде отырмыз ғой. Ол кезеңдерде свет жиі өшетін кез, қуаты төмен кез. Сол сығырайған шамның жарығымен кітап оқып отырған анамды, болмаса әкемді үнемі көріп отыратын. Одан кейін тағы бір нәрсе, үнемі жақсы сөз, жақсы өлең жолықса, соның барлығын блокноттарына түртіп отыратын. Менің әкемнің сондай блокноттары өте көп. Кітабы қанша болса блокнотты сонша шығар деп кейде күлем ғой. Біздің үйде енді әкемнің өзінің жеке кітапханасы болып, бұл совет замандағы біраз адамдардың қалыптастырған жақсы бір әдеті, қасиеті шығар. Бір қабырға толығымен бізде әлі күнге дейін кітаптар. Оның ішінде әртүрлі тақырыпта бар, қазақ тілінде де, орыс тілінде де, әдеби де шығармалар, тарихи, ғылыми негіздегі шығармаларда баршылық. Енді кітап оқудың қажеттілігін айтып жатырмыз ғой. Жалпы сіздің де бір өміріңізге ерекше әсер еткен кітап болды ма? Жаныңызға ерекше бір әсер етіп, бір соның ішіндегі кейіпкер болмаса? Енді маған ертеректе бір қатты бір әсер еткен оқиғалардың бірі, ол Ілияс Есенберлиннің Алтын Орда деген трилогиясы бар. Соған қатты ұнаған болатын. Одан кейінгі енді соңғы бір қайта оқыған шығарма, бала кезде оқыған шығарма басқаша әсер етеді, өйткені сенің миыңда қажетті ақпарат болмайды, жалаң оқиғаны ғана қабылдап аласың да, ары қарай саған қызық болмай ұмытып кетуі мүмкін. Жақын арада қайта жаңғыртып, Смағұл Елубаев деген жазушының Ақбоз үй деген шығармасын оқыған болатын. Енді шығармадан кейінгі алған әсерің бірінші кезекте зарлайсың, шын мәнісінде. Неге бұндай болды, неге жақсы бір адамдар бұндай жамандыққа ұшырады деген сияқты. Бабаларымыз қаншама қиыншылықты, қиянатты басынан өткерген екен ғой. Біздің тарихымызға бір шолып өтсең, өте құнды дүниелер көп қой онда, жалпы өкінетін сәттер де көп. Дегенмен де біздің соның классика деп айтып жатырмыз, тарих деп айтып жатырмыз. Көптеген жазушыларымыздың шығармаларына мән беретін болсақ, бір тарихи сәттерді тұспалдап жеткізеді ғой. Мысалы, жаңағы Аймауытовтың Ақ білегін алсақ та, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісін алсақ та, қайсысын алсақ та. Дегенмен де бүгін мынандай бір пікір бар. Жастарға сол классик әдебиеттерді ұсынып, оларды бір кеңестік идеологияға миын уламаймыз ба деген пікір де кездеседі. Бұған не дейсіз? Енді рас, ол совет билігі заманында шыққан кітаптардың
көпшілігі саясиландырылып шықты. Енді мен сізге жаңағы айтқан Ақтөбе ол 89 жылдан кейінгі жарық көрген кітап, яғни 89 жылдың өзінде 88-де қателеспесем, мына саяси қуғын-сүргін құрбандарын біршама ақтау жұмыстары басталған. Соның негізінде бізге бес арысымыз келді. Соларды тани бастадық, өлеңдерін оқи бастадық. Бізге дейінгі поколение ұрпақ оларды ауыздарына алып айту жаңағы жабық тақырып болған болса, 88 жылдан кейін ашып айта бастады. Яғни саясиландыру біршама жойылды деп айтуға болады. Сол кезеңдері шыққан сәтті әдеби көркем шығармалар өте көпшілік. Оларды қалай оқымайсың? Мысалы, біздің Қызыл жебе, Шерхан Мұртазаның. Ол жерде де саясиландыру бар деп айтамын, бірақ ол жерде архивші маман ретінде айтарым, мысалы, боямас шындық, құжатта қалай, әдеби көркем шығармада да тап шындық. Өйткені 35 жыл өмірін автор арнады зерттеуге, оны тануға деген сияқты. Одан кейін көшпенділер де бар, жаңа Ақбоз үй бар. Одан кейінгіде басқа да шығармалар өте көп. Сол кезеңдерді, мысалы, меніңше Шерхан Мұртазаның күнделік термен жұмыс жасадық қой, сол кезде жазбаларын оқи отырып, 84-тен кейінгі 80-ші жылдардан кейін Ғабит Мүсірепов бастаған қазақ зиялылары мына ертеңгі ұрпаққа біз қалдырып кететін үлкен мұра керек. Біз өткен тарихымызды қаузап, соны қағазға, әдебиетке түсіріп кетуіміз керек. Қазір Совет үкіметі кезінде, мына биліктің кезінде біз мынандай нәрселер жасай алмасақ та, біз соны ары қарай басқаша амалмен жеткізуіміз керек деген бір үлкен идеологиялық мақсат болған сияқты. Шын мәнісінде болды да ғой. Сондықтан да болар кейбір көркем шығармалардың биік деңгейге өтуінде мына жазушылардың бірге отырып жұмыс жасауы, кем-кетіктерін ортаға салып талқылап, соны жөндеп барып қоғамға ұсынуы бір үлкен жемісін берген сияқты. Ал Бейімбет Майлинді айтып жатсыз, жаңағы Ғабит Мүсіреповтің ұлғанын айтып жатырмыз, сол кезеңнің шыққан дүниелері, олар да классика. Бүгінде енді дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы, әлсіреткен тұстары да аз емес. Дегенімен де бүгінгі хабар ертең ескіруі мүмкін ғой. Сол сияқты сізде де өзіңіз бүгінде қоғамда бір салмақты ой пікірлеріңізбен бөлісіп жүрген тұлғасыз ғой. Кітап қағазының тағдыры сізді қаншалықты алаңдатады? Кітап қағазының несі бар? Қанша біз технологияға бет бұрсақ та, бір нәрсені мойындау керек. Қазір барлық технологияны тоқтан суырыласаң су шектен қалады. Сондықтан ал қағаз ешқашан өшпейді. Ол қатталған тарих. Қағазға түскен дүние ол сақталады. Қалай болса да өз оқушысын, өз оқырманын тауып жетеді. Сондықтан да меніңше қағазға түскен жазуды оқығанның рахаты, ләззаты бөлек. Мен мысалы алғаш шығарма оқитын, бір кітап, бір нәрсе іздейтін болсам, кітап сөрелеріне барған кезде міндетті түрде мұқабасына қараймын. Маған ұнайды. Иісін иіскеп, ұстап көріп, мұқабасын дизайн көру деген сияқты. Кейін қойылған тақырыбына қараймын. Әрине, авторы да бар. Авторына да қарайсың. Сол дүниенің барлығы қызықтырған кезде мен кітапты алам, оқимын. Егер маған қызық болса, шығарманы аяғына дейін жеткізу. Қызығушылықпен оқып таусам. Бірақ кейбір кітаптар адамдар сияқты алдамшы болады. Сырты жылтыр болғанымен іші мәнсіздеу, құнсыздау, болмаса менің қызығушылығымды оятпауы мүмкін. Жақсы шығарма болғанымен де менің өмірлік көзқарастарыма, қызығушылықтарыма қарсы болуы мүмкін да. Сосын ондай шығарманы аяқтаймын деп айта алмаймын. Қызық емес маған. Сондықтан да қағаз кітап әрқашанда керек болды.
Рахмет сізге, бүгін ерекше бір құнды дүниелермен бөлістіңіз, өзіңіздің ойыңызбен, пікіріңізбен, дегенмен де кітаптың құндылығын да атап өттіңіз. Енді біздің экранның ар жағында отырған оқырмандарға бір ауыз сөзіңіз болсаңыз. Мынау кітап оқуға деген қызығушылығын арттырып, өзіңіз оқыған бір-екі кітаппен бөлісіп, атын атап кетсеңіз. Енді жалпы оқырмандарға тілейтінім бірінші кезекте баяғыда әзіл деп айтатын еді ғой, Ленин атамыз айтқан деп. Оқу және оқы. Оқу азық. Ол рухани азық, жан дүниенің азығы, ал жан дүниені үнемі байытып, дамытып, тәрбиелеп отыру аса маңызды. Өйткені бір сәт адам кідірген кезде оның өмірі де тоқтайды. Сағат тілі сияқты адамның дамуы да үздіксіз қимылдап, қозғалып отыруы шарт. Сондықтан да баршаңызды көркем әдеби шығармаларды оқуға шақырамын. Ал енді жаңағы қандай шығарма оқуға ұсынасыз деген сөзге келетін болсақ, енді соңғы оқыған жаңа Ақбоз үйді айттым ғой, сол шығарманы жалпы көпшілік қауымға ел болып қайта оқуды ұсынамын. Рахмет, сіздермен болған Назым Тоқтасынқызы. Сіз бен біздің оқитын әдебиетіміз таусылмасын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.